Дәл қазір мен палау жеп отырмын. Қайынсіңлілеріме палауды берсем, сәбізін теріп тастап, күрішін ғана жеп отыр екен да. Сонымен мен айтып жатырмын, не үшін жемейсің десем, маған ұнамайды дейді. Мне не нравится жареный сәбіз дейді да. Сонымен сол нәрсеге қарап тұрып, мен өзімнің кішкентай жастық шағым есіме түсіп кетті да. Жастық шағымда мен қатты қиналып өскем негізінде. Альхамдулилля, сол күндерді көргеніме шүкір деймін да. Себебі мен алдымызға қойған тамақты қандай тамақ болсын отырып жей беретінбіз. Альхамдулилля, жемеймін, ана пиязын жемеймін, картошкасын жемеймін, сәбізін жемеймін деп отырмайтынбыз. Тамақ бар ма, альхамдулилля, жеп отыра беретінбіз. Даже суды қырқып кетіп, светті қырқып кетіп, сондайға зар болған күндеріміз болған. Менің әкем қайтыс болып кеткеннен кейін. Бірақ қазір альхамдулилля, мен өз төркініме барсам, қазір бәрі бар, альхамдулилля. Қаланетін неше түрлі жеті атасы бар, толып тұрады қашан қарасам. Бірақ сол нәрсені мен көргеніме қатты қуанам да. Ассаламу алейкум, алдарыңызға енді барып қайғысы. Дәл осы нәрсені сіздерге айтқым келді да мен. Өйткені қазір біз балдарымызды шоколад кәмпит беріп бағамыз. Бірақ ертең ол бала жоқ деген нәрсені түсінбейді да. Түсінбейді. Қазір зорға дегенде жегізін сәбізді. Сосын бір видеоны көрсеттім. Дәл қазір сол Африкада, Эфиопия деген жерде көп мысалы Индияда, Африкада действительно жағдайлар жоқ адамдар бар. Үй түгілі да, біз үй деп жүрміз ғой. Үй жоқ, әшейін суға зар, бір кусок нанға зар елдері бар екен. Мен өзім блогер болғаннан кейін, сол 1-2 блогер бар, соның ішіне біреу Мамасита деген блогерді көремін. Ол Алия деген қыз. Сол әпкемізден көп нәрсені мен аламын. Өзіме керек нәрселерді аламын да. Өйткені ол семьясымен, күйеуімен шетелдердің барлығын аралайды да, сол жердегі кедей, бай жағын барлығын көрсетеді. И содан керек нәрсені алып қаламыз. Сол кезде осы видеоларды көрген кезімде жақында ол кісі сол Эфиопиядан келді, Алматыға, өзінің еліне, туған жеріне. Және де оған да қатты ауыр болды негізінде ше. Кәдімгідей экранның ар жағынан түсініп тұрамыз ше. Мен лично өзім түсініп тұрамын. Как ей больно. Барлығын көріп келді да ол. Сол сияқты маған да андай больно да ше. Мен сол нәрсені түсінем да. Түсіндім. Біздің Қазақстанда өмір бақи квартирада жүрген семьялар болды. 5-6 бала шағасымен. Өмір бақи квартирада өтеді, өмір бақи квартирада жүріп өдінеге аттанады. Балдарда мысалға үйсіз болып қап кететіндер бар ғой. Сол адамдардың, сол адамдармен Эфиопиядағы халықты салыстырған кезде, өмір бақи квартирада жүрген адам королевствода өмір сүріп жатыр ғой. Өйткені ол күнде тамақ жасайды ол. Тапқан тамаққа салады да. О жақта жұмыс жоқ, о жақта мысалға. Басқа елдерде, мысалы, именно Эфиопияны айтайықшы. Тамақ жасайтын, тамақ сатып алатын ақшаларда жоқ. Цивилизацияны білмейді, вообще ары, тамақ істемейді, жаңағы телефон жоқ, интернет жоқ, ақша жоқ, базар деген нәрсе жоқ. Сол жерде өздерімен өзі өмір сүріп жатқан халық. Мынау мұсылман адам тек мұсылмандарды ойлау керек қой дейді ғой. Жоқ. Сондай елдерді біз ойлап тұруымыз керек негізінде. Сондай елді, дәл сондай жағдайда өмір сүріп жатқан ел біздің өмірде қазір бар. Кинода емес ол. Мен естіп ойлап жүрген кинода деп жоқ, бар. Аллах Тағала әдейі сол адамдарды жаратып қойғанда. Сондай халықты біз соларға қалап шүкіршілік етуіміз керек. Мысалы, қазір альхамдулилля мен күйеуімнің қара шаңырағында отырмын. Алдында мына конфет, әсел, сүтпен шай ішіп отырмын. Оларға әшейін судың өзіне зар, су, ішетін судың өзіне зар. Білесіздер ме? Сол елді көрген кезімде, сол видеоларды көрген кезімде ойла,
альхамдулилля дедім. Біз прям қанша өмір сүріп жатыр екенбіз ғой деп. Бірақ өмір бізге жетпейді ғой. Анау жетпейді, мынау жетпейді, қарыз, кредит дейміз. Қарыз, кредит деп жатқан адамдардың үйінде тамақ бар. Бар. Айына әйтеуір үйтіп қарыз кредит төлеп жатады ғой. Бір күні құтылып жатады, бір күн үйге жетіп жатады уақытымен. Бірақ мен жаңа Эфиопияға қарап отырып, біз бақыттымыз ба, мына дүние жағынан олар бақытты ма деп сұрақ қойдым да өзіме. Өйткені олардың жүрегі тыныш. Қарыз кредит демейді, су кеп қалды, свет кеп қалды, қайдан ақша табамын демейді. Мынау таусылып қалды, ертең не аламын демейді. Нан таусылып қалды, қаяқтан аламын демейді. Күніне бірақ мәрте тамақ жейді екен олар. Мына кукурузное поле бар ғой, кукуруз соны егеді екен да, соны кәдімгі диірмендері де жоқ. Бүйтіп тастың үстіне ананы езіп тұрып, ұн қылып шығарып, соны пеште жоқ қой пісіретін. Милары жетпейді ана пеш істеуге. Пеш істеген кезде пештің ішінде темір керек қой, онда темір жоқ қой. Қазанға су құяды да, қазан ішіне қайнатады ананы, нан қылып. Ойлаңыздаршы. Ананың түрін көрсеңіздер, біз итке сондай помой береміз. Рас, итке береміз біз сол нәрсені. Өзінше ғой. Соны адамдар жеп жатыр қазір. Қайнатады да күніне бірақ мәрте тамақ ішеді екен. Әрқайсының өзінің жұмысы бар. Анау аң аулайды, анау тигр аулайды, анау тигрдің кожасын тазалайды деген сияқты. Енді жақта сондай ғой. Крокодилдерге не қылады? Соларды аулайды, солардың етін жейді. Не істейді басқа? Тамақ жеу керек қой. Бірақ жаңағы Мамасита деген жаңағы әпкеміз, Али әпкеміз барып телефонды көрсеткен кезінде таң қалды да, ойбай, мынандай нәрсе бар екен. Оларды суретке түсіріп өздеріне көрсетсе, Али әпкеміз айтып жатыр да, они в первый раз видят себя в экране дейді да. Вообще зеркалалар жоқ уақытта, зеркало, айна деген жоқ. Айнадан бірінші суреттен өздерін бірінші мәрте көріп жатыр. Еще шаштарын бүйтіп ұстап қояды. Күледі шеғады. Қазір қарап отырсам ше, біз кәдімгідей сынақтың үстіндеміз ғой негізінде. Кәдімгідей сынақ. Мұнан барлығы сынақ. Барлығы сынақ. Олар мұсылман емес қой, бірақ олар шүкіршілік қылады да. Мына біздің үйге дәл қазір ол соларды әкелетін болсын, мынау дастархан оларға пир ғой, той ғой, той. Бірақ біз уайымдаймыз. Қазір мысалы обед жеп отыр, кешке ужин істеу керек. Құр тамақ істеп қоймайсың, қасына салаты болу керек. Сонда да сол нәрсені жеп жүріп біз шүкіршілік қылмаймыз да. Өсіп келе жатқан балдарымызға соны айтып түсіндірейікші. Айнұр Артықбайқызы сіздерге өтініш. Бұл менің қайынсіңлілерім, Павлодардан келген. Жегіземіз, үйретеміз, бала ғой, бірақ бала ғой деп тастап кетуге болмайды да, бұл нәрсеге қарамай. Ертең жоқ деген нәрсені түсінбейді да, сіз баққанменен. Ертең үйсіз қалып кетуіңіз мүмкін, сол кезде давай деп мысалы балдар болады ғой, әке шешесін ұрып, шешесінің астынан кредит алып, шоколад етіп жүретін балдарды кезінде шоколад кәмпит беріп баққан ата-аналар. Қазір сондай нәрсені істейді солар. Сол үшін балдарыңызға өтініш сіздерден құр нанды суға батырып жегізіп үйретіңіздер. Құр макарон қайнатып беріңіздер. Же деп, нәпсісін тыйсын, үйренсін. Мен үнемі осы тәтті тамақ жеп отырған кезінде интернеттен алып істейміз, сол кезде есіме түседі, мен кішкентай кезім, қиналған кезім. Сөзіммен бүйтемін ғой, Аллах тағала мен жемеген анаң барлық осыны жесінші деймін. Мен сияқты жесінші оларға деп. Бірақ бұл өмірдегі бақыт ол шүкіршілікте екен ғой. Қанағатшылықта екен. Соны ұмытпайық. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Мамасита деген блогершаны көріңіздер деп кеңес беремін. Өйткені ол жерде ол барып, шетелдерге барып, мақтанып, ой, мен шуба кидім, мен бір лән тақтым демейді. Кәдімгі қарапайым біз сияқты. Бірақ ақшасы бар қарапайым адамда. И сол нәрсені бүкіл елге қарап, елге барып, сол нәрсенің кем-кетігін бізге айтады. Аллах тағала ол кісінің өмір жасын ұзақ қылсын, денсаулығы болсын, жүрегін иманды Аллах тағала мықтап толтырып құйып берсінші. Әмин.
Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Міндетті түрде осы видеоны туысқандарыңызға, інілеріңізге, бала шағаларыңыздың барлығына жіберіңіздер. Сенбесеңіздер, жаңағы видеоны көрем десеңіздер, Мамаситаның инстаграмына кіресіздер, Мамасита десеңіздер шығып көріңіздер. Кәдімгі дет жүректеріңіз ауырады. Шүкір дейсін. Альхамдулилля дейсін. Шүкіршілігімізді ұмытпайық. Еліміз тыныш, аман болсын. Қашанда шүкіршілікте жүрейік. Альхамдулилля деп жүрейік.